Сәлеметсіздер ме, студенттер? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақ бізде Қазақстан тарихы пәні. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта жалпы біз осы кезге дейін өткен ұлы дала өркениеті тарауына қорытынды жасайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы зерттеу жұмысы әлемдік өркениет тарихындағы ұлы дала деп аталады. Оқу мақсаттары студенттер өркениет ұғымын талдап, әлемдік өркениетке ұлы дала тұрғындарының қосқан үлесінің маңыздылығын анықтайды, әлемдік өркениет тарихындағы мемлекеттердің пайда болу, шарықтау, жойылу салттарына өзіндік сараптама жасайды. Бағалау критерийлері әлемдік өркениетке үлес қосқан ұлы дала тұрғындарының материалдық, рухани, мәдениет жетістіктерін талдайды, әлемдік өркениет тарихына ұлы дала тұрғындарының қосқан үлесін, жетістіктерін қорытындылайды. Тақырыптағы кілт сөздер: өркениет, көшпелілік, мәдениет ошақтары, ұлы дала. Зерттеу сұрақтары: әлемдік өркениет тарихындағы ұлы дала тұрғындарының рөлі қандай болды? Ұлы даланың, ұлы империяларының заңды мұрагерлері кім болуы мүмкін? Енді бағалау парақшасына тоқталайық. Бағалау парақшасын әр тапсырмада орындап жүрсіңдер. Тапсырмалар беріледі: дескриптор, балл және бағалау шкаласы. Жалпы дала өркениеті түркі тілде тектес халықтардың, соның ішінде қазақтардың материалдық және рухани құндылықтарының даму сатысы, этномәдени жүйенің қалыптасуындағы табиғи тарихи тұрпаты. Адамзат тарихын зерттеу барысында өркениет атауының өзіне әртүрлі, кейде бір-біріне қарама-қайшы анықтамалар қалыптасты. Еуразия кеңістігіндегі тарихи мәдени ерекше құбылыс ғылымға ұлы дала өркениеті деген атпен ене бастады. Оның әлемдік өркениетке қосқан үлесіне Үндістанның саяси қайраткері Неру әлемдік тарихқа көзқарас атты еңбегінде әділ баға берген еді. Ол былай деді: Атлас картасын ашсаң, алып, Азия құрлығының қойнынан кіріп жатқан кішкентай Европаны көресің. Ол өз алдына дербес құрлық емес, Азияның жалғас сияқты. Ал тарихты оқитын болсаң, ұзақ уақыт бойы белгілі бір кезеңде Азияның үстемдік құрғанына көзің жетеді. Европаны жермен жексен еткен де, өркениетке жеткізген де солар. Азияның әлде бір өңірінен шыққан арийлер, сақтар, ғұндар, монғолдар, түркілер Азия мен Европаға қанат жайып, жаппай қоныстанды. Европа ұзақ уақыт Азияның отары сияқты болды деп атап көрсеткен болатын. Жалпы Азия мен Европа арасындағы алып кеңістік ежелгі дешті қыпшақ төсінде эволюция жолымен қалыптасқан мәдени, экономикалық, рухани тұтастықты, жартылай көшпелі, жартылай отырықшы тұрмыс кешкен дала тұрғындарының этно-тарихи жүйесін дала өркениеті деп атауға толық негіз бар. Жабайы жылқылар мен түйелерді қолға үйретіп, осыған орай арба мен әбзел ойлап табуы көшпелілердің өркениет даңқына жетелеген алғашқы тың қадамы болды. Сонымен қатар металл өңдеу, қыш ыдыс жасау, мата тоқу, зергерлік кәсіп қарқынды дамып, жұлдыз барлап жол табу арқылы алғашқы астрономия, ғарыштық түсініктері орныға бастады. Қандық туыстық байланыстар мен әлеуметтік ұжымдасудың жан-жақты қатаң түрде сатыланған жүйесі қалыптасты. Ұлы дала көші, ұлы дала төсі айрықша жауынгерлік рух пен ізгілікті дүниетанымды қалыптастырып, ұрпақтардың тарихи жадындай эпостық шығармалар арқылы кеңістік пен уақыт өрісіндегі оқиғалар тізбегін жоғалтпай жіпке тізіп отырды. Кез келген көшпелі қарапайым дала тұрғыны өз халқының бүкіл тарихи мәдени адамгершілік тәжірибесі жинақталған ауыз әдебиеті нұсқаларын, жыр толғауларды, аңыз әпсаналарды тағы басқа жаққа білді. Сол арқылы әлемдік өркениеттің тарихи ауқымымен біте қайнасып, өзіндік бітім тұрпатқа ие деңгейде өмір сүріп жатты.
Осы ұлы дала өркениеті тақырыбын қорытындылай келе, біз өткен тақырыпта біз алтын адам туралы жалпы айтып кеткен болатынбыз. Енді бүгінгі тақырыпта қорытынды барысында сіздерге осы алтын адамның жаңағы ұлы дала өркениетіне қосқан өзіндік үлесі жайлы айтып кететін боламыз. Бірінші видеороликті тыңдаңыздар. Алтын адам қазақ тарихының ажырамас бөлігі. 1969 жылы Есік қорғаннан алғаш алтын адам табылғанда әлем назары Қазақстанға ауды. Одан соң елдің әр өңірінен тағы 6 адам шықты. Ал 2001 жылы шығыста Берел қорғандарынан алтынмен апталған Сақ ханзадасы мен ханшайымы және 11 аттың табылуы бүкіл әлем тарихына теңдессіз үлес еді. Елбасы ұлы даланың жеті қыры мақаласында алтын адам феноменін ерекше айтып, тарихи маңызын зерттеуді тапсырды. Алтын адам замандағы өркениет жайлы келесі сюжетте. Алтай мен алтын адам бұл екеуі егіз ұғым. Сондықтан бұл өлкені соңғы 50-60 жылда түрлі тарихшы археологтар зерттеумен келеді. Катонқарағайдағы Берел қорғандарынан табылған жәдігерді зерттеп зерделеген ғалымдар қазіргі қазақ сақтардың заңды мұрагер екенін дәлелдеді. Қарап тұрсаңыздар, бұл негізі өсімдіктік өрнек дейді, бірақ негізінен кейбір жерлері грифонға келеді. Грифон, қосарланған грифондар дейміз ба. Осы жалпы өзінің пішіні бойынша, нелер бойынша неге келеді? Қазақтың қазіргі қошқар мүйіз деген оюына келеді. Алтын адам қазақ тарихының фонемені. 1969 жылы Есік қорғанынан табылған алғашқы алтын адам ұлттық тарихты жаңғыртудың негізі болды. Золотой воин начал уверенную поступь. Есік қорғанынан алғашқы алтын адам табылса, соңғы 50 жыл төңірегінде тағы 4 адаммен толықты. Олар Атыраудан, Қарағандыдан, Ақмоладан және Шығыс Қазақстаннан шықты. Бұл сол замандағы сақтардың мәдениеті мен өркениетінің қандай деңгейде болғанына дәлел. Сақ қорғандарынан табылған алтын жәдігерлердің көбі аң стилінде жасалған. Бұл сол заманда қазіргі қазақ даласында металлургияны қалай игергенінің дәлелі. Сом-сом алтындар сақтардың тұрмыс салтынан да дөп хабар береді. Осы жерден табылған қалайы рудасы сонау әлгі Қосөзен бойына Месопотамияға дейін тараған. Биыл Елекесаз деген Тарбағатайда табылған әлгі Сақ бекзадасының бір шалбарының өзінің әшекей технологияның керемет озық дамығанының бір көрінісі ғой. Қазіргі кезде сондай жасай алмайтын 1 миллиметр немене әлгі әшекей бисерлер, соны барып тұрып жіппенен тізбектеп, содан кейін әлгі шалбарына тіккен. Шалбарына шекейлеген. Енді ғалымдар алтын адам ұғымын әлем тарихына енгізіп, ЮНЕСКО-ның құнды жәдігерлер тізіміне қосуды көздеп отыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Роман Радионов, қорытынды жаңалықтар. Алтын адам. Яғни көріп отырғандарыңыздай, біздің түп тамырымызға жаңаша көзқараспен қарауға жол ашқан әлемдік ғылым үшін сенсация жаңалық ол 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған өнертанушы ғалымдар арасында қазақстандық Тутанхамон деген атқа ие болған ол біздің алтын адам. Бұл жауынгер талай тылсым құпияның бетін ашты. Жауынгердің алтынмен апталған киімдері ежелгі шеберлердің алтын өңдеу техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. Сонымен бірге бұл жаңалық дала өркениетінің зор қуатыны мен эстетикасына әйгілейтін бай мифологияны паш етті. Дала халқы өз көсемдерін осылайша ұлықтап, оның мәртебесін күн секілді құдіретті деңгейіне көтеріп асқақтатқан. Қорымдағы сән салтанатты жасау жабдықтар ежелгі бабаларымыздың зияткерлік дәстүрлерінен де мол хабар береді. Жауынгердің жанынан табылған күміс кеселердің бірінде ойып жазылған таңбалар бар. Бұл орталық Азия аумағындағы бұрын соңды табылған жазу атауының ішіндегі ең көнесі. Яғни қорытындылай келе, дала өркениетіне қосқан ұлы дала өркениетіне қосқан үлесіміздің зор болғандығын білуімізге болады. Ендеше тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма ассоциация картасы деп аталады. Яғни, мысалы, бірінші мәдениет деген сөзге ассоциация жасайық. Мәдениет ол әр елдің өзіне сай мәдениеті болады. Материалдық мәдениет болады, рухани мәдениет болады. Осы мәдениет ол тарихи процесс барысында пайда болады. Енді өркениет, ұлы дала, әлем сөздеріне өздеріңіз ассоциация жасап көріңіз. Яғни сөздерге ассоциация іздейсіздер. Екінші тапсырма әлемдік өркениетке елеулі үлес қосқан мемлекеттер қатарын анықтау кестені толтырыңыз.
Яғни бұл жерде түркі тайпалары қыпшақтар, түрік, батыс түрік, қыпшақ хандығы, жалпы алды мына жерде сақтар, сарматтар, скифтер. Бұл жерде ел басқару ісіне қосқан үлесі, қару-жарақ жасауға қосқан үлесі, идеологиялық, мифологиялық, дін, мемлекет ұйымдастырудағы жаңалықтары, күнделікті тұрмыста қолданылатын істерге қосқан үлесі, сәулет өнері, сәулет ісі, осылардың бәрін тізбектеп жазып шығасыздар. Үшінші тапсырма, мәтінмен жұмыс. Сіздерге қосымша материал берілді. Қосымшада бірінші тақырыптар: даланың алғашқы заңдары, ұлы дала ұлағаты, мәңгілік ел идеясы және тәуелсіз Қазақстан жолы, ұлы дала өркениет, қазақтың қару-жарақ түрлері деген мәтіндер берілген. 4 мәтін берілген. Сіздер оның мәтінмен бірінші танысып шығасыздар. Сосын мәтіннің маңызын анықтап аласыздар. Бұл мәтін не үшін берілді деп, маңызы қандай деген сияқты анықтап аласыздар. Яғни оны қысқаша жазсаңыздар да болады. Ұлы дала өркениетіне қосқан үлесін жазыңыздар. Яғни осы даланың алғашқы заңдары, мысалы Қасым ханның Қасқа жолы деген сияқты заңдарының ұлы дала өркениетіне қосқан үлесі қандай болды? Өз ойларыңызбен мәтінге осылай жазып шығасыздар. Үйге тапсырма: тақырып бойынша қосымша ақпарат ретінде мақалалар оқып келу. Және осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сабақты жақсы түсінді деген ойдамын. Сау болыңыздар.